Дүниедегі мамандық атауының төресі ұстаздық. Әсілі мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне шамшырақ секілді. Осындай ұстаздардың бірі бар ғұмырын ұстаздыққа арнап, оқушыларының жүрегінің төрінен орын алған, қазіргі кезде құрметті демалыстағы ұлағатты ұстаздардың бірі Құдайбердиева Венера Сайыптоллақызы. Ұстаз деген ұлы сөз ұлағатты, ол болмаса кім береді парасатты, асылын беріп шәкірт бойларына, ағартқан сол үшінде қара шашты деген өлең жолдары осындай ұлағатты ұстаздарға арналса керек. Құдайбердиева Венера Сайыптоллақызы 1956 жылы Алматы облысы Ұйғыр ауданы Добын ауылында дүниеге келді. Шонжы Ұйғыр орта мектебін бітіріп, Жаркент педагогикалық училищесін оқып, бастауыш сынып мұғалім маманы атанды. 1980 жылы Алматы қаласындағы Қыздар педагогикалық институтына тарих факультетіне сырттай оқуға түседі. Жас ұстаз өмір жолын 1978 жылы Дардамты ауылында бастаса, 1982 жылдан 2015 жылға дейін Бахар ауылындағы Абдулла Розбакиев атындағы орта мектепте өмірінің басым көпшілігін өткізеді. Мектеп десе ішкен асын жерге қоятын, өз ісінің шебері, 2003 жылы Қазақстан Республикасының Алматы облыстық білім департаментінен Тәуелсіз Қазақстан Республикасының рухани және әлеуметтік даму жолында қол жеткізген табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлес үшін құрмет грамотасымен марапатталды. Шығармашылық ізденістері республикалық, облыс, аудан басылымдарында үнемі жарық көріп, баспасөз беттерінен орын алды. Ұстаздық еткен жалақбас, үйретуден балаға деп ұлы Абай атамыз айтқандай, ұлағатты ұстаз облыстық семинарларда жаңа технологиялар бойынша сабақтар өтті. Аудандық новатор ұстаздар тобында да болды. Білім беру саласында 37 жыл аянбай еңбек етіп, қаншама шәкірттерді шығарды. Ұстаз шәкірт жүрегінде дегендей, қазіргі таңда да алғашқы ұстазын есте сақтап, оқушылары баспасөз беттеріне мақалаларды жариялап отырады. Ұлағатты ұстаз 2 қыз тәрбиелеп, 9 немеренің асыл әжесі атанып отырған жайы бар. Әкеге қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер демекші, 2 қызы да аналарының ізін жалғап ұстаздық қызмет етуде.